заманда бір бай болыпты. Бір күні бай жылқысын суарғалы көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың жылқылары өкпеден үркіп суға жуылмайды. Сол кезде бай өкпені құртпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, жалмауыз кемпір болып судан атып шығады да байдың жағасынан ала түседі. Бай жалмауыз кемпірге: ат басындай алтын берейін, қоя бер. Жалғыз баламды бер жіберейін. Бай баласын бермек болады, кемпір оны қоя береді. Баламды қай жерде бересің? Ертең көшемін, баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетемін. Сен сол сақаның жанында отырарсың. Сонымен бай кетіп қалады. Ертеңінде ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнамақ болған бала сақасын жоқтап жылайды. Асығым қайда менің, асығым қайда? Әке, қандай тайға мініп барайын? Жылқышыдан сұрап мін, дейді бай жылқышы балаға. Құрығында қолдыратып, жүгеніңді сылдыратып, жылқыларға бар. Қай тай бетіне қарайды, соған мін. Бала жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр тай оған қарайды. Бала тайды жүгентегенде тайдың қотыры жазылады. Үстіне тоқым салғанда құнан болады, үстіне егер салғанда дөнен болады, айылын тартқанда бесті ат болады. Бала қуанып үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып көзді ашып жұмғанша жетіп келеді. Келсе, сақаның жанында бір кемпір отыр. Бала кемпірге: Шеше, анау жатқан сақамды алып беріңізші. Шырағым, өзін ал. Кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. Мен жасықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын, дейді бала. Сонда баланың аты сақаның жанына жата қалады. Бала сақаны іліп алады. Ат тұра қашады, кемпір қуады. Бала қашып келеді. Қуып жете алмайтын болған соң кемпір бір тісін жұлып алып атып жібергенде аттың бір аяғын жұлып түсіреді. Ат үш аяғымен қашады. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда аттың тағы бір аяғы жұлып түседі. Ат үш аяғымен қашады. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда аттың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Ат екі аяғымен шауып бара жатып бір бәйтерекке кез болады. Бала аттан секіріп түсіп бәйтеректің басына шығып кетеді. Кемпір тағы бір тісін жұлып алып бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Осы кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: Шеше, мен қаза тұрайын, ұйықтап демал. Кемпір жатады. Түлкі түсті суға лақтырады да қазған шұңқырды бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір оянса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Ол тағы бір тісін суырып алып бәйтеректі қаза береді. Бір уақытта тағы бір түлкі келіп: Шаршаған боласың, мен қазайын. Сен тағы да кептіңді алып қашып кетерсің. Ол қырдың қызыл түлкісі, Мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Бұл балада менің кегім бар. кемпір түлкіге сеніп ұйқыға кетеді. Жалмауыз кемпір оянса, түлкі жоқ. Кемпір аузын ашса, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлауға жақындатады. Баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаларға: Ау қарғалар, жайлаудағы бес төбетіме хабарында айта бар. Мені жалмауыздан арашалап алсын. Қарғалар қарқ етіп ұшып кетеді. Бір қарлығаш әрлі-берлі ұшып жүреді. Бала бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстаудағы ұя салған қарлығаштардың балапандарына тимей бұларды жақсылап өсіріп ұшырып жіберетін. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Қарлығаш баланың төбеттеріне айтып барады. Мұны естіген төбеттер шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те құлайды, төбеттер кемпірді талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп еліне жетеді. Баланың әке-шешесі қуанып ел жұртына той жасайды.